Бір екі ауыз сөз болды қалбай деп тұрмын. Мектеп қазақша ашылатын Сіз кімсіз? Алматы қаласындағы 224-ші мектеп қазақша болсын деп шу шығарған болатынбыз. Мектептің бүгін ашылуы сол біздің көтерген резонанстан кейін мектеп қазақша болып ашылатын болды. Қуанайық. Жан Ахмадиев, сізге көп рахмет. Мына халық белсендісі болып, елдің арасындағы үлкен проблемаларды көтеріп жатқандарыңызға, мына қазақ тіліне де атсалысып жатқаныңызға көп рахмет айтамын сіздерге. Қуанып тұрмын қазақша болғанына. Керемет. Себебі соңына дейін күттік. Кім не деп айтады деп жаңағы неден әлеуметтік желілерден өте жақсы қуанып тұрмыз. Құтты болсын тағы да. Рахмет сіздерге. Енді мектеп қазақша ашылды ғой енді. Иә. Енді қандай көңіл күйде тұрсыз? Қандай әсер? Қазақша болған дұрыс па? Өте керемет, жақсы көңіл күйде тұрмыз. Иә, қазақша болған керемет қой. Қазақстан дегенде. Сізге көп рахмет айтамыз. Алла разы болсын. Балалардың бәрі қуанып жатыр. Бұны қазір орыс мектебімен бірге болғанда не болады мына жер. Рахмет сізге көп. Жақсы. Қазағым жасасын. Екі баламды бірде әкеп тұрмын, қуанып тұрмын. Деп қойсайшы. Мектеп қазақ сыныптарымен ашылды. 2 күннің ішінде 45 класс жиналды. Әлі балаларды қабылдау жүріп жатыр. Біз не деген сорлы елміз, әлгінге жәутеңдеп, шалтақтап, жан-жағымызға қарайтын. Мен неге айтып отыр десеңіздер, мына 224-ші мектеп уже 3 апта бойы жыр болды. Қазақ тілінде басында қазақ тілді мектеп болып ашылайын деп жатқанда, біреудің ықпалымен бұл мектеп аралас мектеп болып шыға келді. Оған тұрғындар да, ата-аналардың барлығы да қарсы болды. Қазақша мектеп болсын деді. Бірақ күні кеше 3 күннен сол мектеп ашылу салтанаты болды. Барлығы мәз-мәйрам, қол шапалақтап, дегенімізге жеттік деп қояды. Қазақша қылып аштық дейді. Бірақ бұл жерде завучтың сөзін мән беріп қараңыздаршы. Мектеп қазақ сыныптарымен ашылды. Қазақ сыныбы бар мектеп деп отыр. Көрдіңіздер ме? Қазақ тілді орта мектеп емес, қазақ сыныбы бар мектеп деп отыр. Және де орыс тілі білетін орыс тілі пәнінің мұғалімдері жиналғаннан кейін бұлар толық теріліп, аралас мектеп болып іске кірісейін деп отыр. Ал сендердің ауыздарыңызды аңқитып отыр қайдан қазағым. Сондықтан әлі жеңіске жеткен жоқпыз, әлі де талай күресу керекпіз. Сіз болып, біз болып, осы Алматы қаласындағы 224-ші мектеп қазақ тілді қылсын деп атсалысайық. Барлық сол жерде тұратын тұрғындар, балаларыңызды сол мектепке апарып қазақ тіліне беріңіздер. Және де орыс тілді пәннің мұғалімдері бармаңыздар, өтініш. Қазіргі таңда сол жерге орыс тілінің пәнінің мұғалімдері тапшы болып бара жатыр. Бармаңыздар, қазақ тілін қолдаңыздар. Қазақты қолдамаса, бізді ешкім қолдамайды. Қысқаша айтып кетейін, менің жаңа парақшам міне bek3.aman. Соған өтіп тіркеліп кетіңіздер. Шынайы қолдаушыларды сол жақта күтемін. Және де қорлаушыларды да, даттаушыларды да, хейтерларды да сол жақтан күтемін. Тіркеліңіздер. Шынайылық сол жақта жалғасады. Қайырлы күн. Қалай? Мөлдірдің 3 сағаттық киносының жарнамасын қарап шықтыңыздар ма? Менің жеке түйген ойым солай. Бұл конкретно киноның жарнамасына арналған подкаст. Қазір енді Бақашайының барлығы кино түсіретте, сосын шығарған ақшасын қалай қайтарарын білмейді. Сосын осылай подкаст түсіреді, айырылысқанын айтады, қосылғанын айтады, проблемасын айтады, әйтеуір сөйтіп бірдеңе етіп касса жинайды. Әйтпесе, бұндай проблемамен жүрген қазақ қаншама. Мына жерде тем более бір қиналып отырған адам көріп тұрған жоқпын мен. Неге Бақашайын деп айтып отырмын? Өйткені қазақта жақсы сөз бар, шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді. Бізде шынымен мойындауға болатын жақсы режиссерлар бар. Мысалға Тимур Бекмамбетов, Рүстем Омаров, Ермек Тұрсынов сияқты кинолары действительно мықты, әлемге қаралып жатыр, ТМД-ға қаралып жатыр, франшизасын сатып алып жатыр. Вот солар действительно кино түсіріп жатыр. Қалғандарынікі жай ғана бір 10 шақты актер бар, айналдырған, барлық киноға түсе беретін. Солар жинап алады да, әйтеуір бір ақша жасайтын жоба олардікі. Ешқандай мән мағынасы жоқ. Сағат жарым киноның ішінде бір 10 минут күлесін, соны комедия деп шығарып жатыр. Бұл подкаст менің ойымша тек қана осы киноның жарнамасын жақсылап көрсетіп жіберу үшін жасалған нәрсе. Сіздер қалай ойлайсыздар? Жазып кетіңіздер. Че там трагедия, мелодрама болып жатыр екен ғой Қазақстанда. Назарбаевтың түлектері, халықтың алдында қалаулы болып жүрген белгілі тұлғалар өмірлерің трагедияға айналып, қатындарың мелодрама жасап жатыр ғой. Кіші отбасын сатқан сатқындар
отанымызды сатып жіберген. Сатқындықты Назарбаев бастаған. Кіші отбасын сатып, күллі отанымызды сатқан. Сол секілді мына ел алдында жүріп, халыққа көңіл күй сыйлап жүрген отбасы сатқыштар, отанды сатқандар. Жиыстырыңдаршы бастарыңдағы трагедияларыңды халыққа келіп. Өздерің айтасыңдар, қатындарың мелодрама қылып жіберді ғой. Сайқы мазақ. Керек етсеңдердің жеке тағдырларың. Халықтың тағдыры, болашағы не болады деп алаңдап отырған жайымыз бар. Анау елбасыларың не үйретті, не көрсетті? Соның жемісін жеп отырсыңдар. Қоғамды ірітіп, шірітіп, арсыздандырып, мәдениетсіздендіріп, мәдениет қайраткерлері. Жоғалып кетсеңдер болады қоғамның алдында, халықтың алдынан жоғалып кетіңдер. Сендерге қарап үлгі алатын ешқандай үлгілі жолдарың жоқ. Сауап болған екен, Аллаға шүкір. Қазақтың алдында жүріп, танымалды болып, қазақтың қоғамын ластағандардың бәрінің бетпердесі шешіліп жатыр. Сауап болған, бұл әлі аз. Қасиетті кемдердің барлығын қасиетті Құдайымның өзі жарыққа шығарып жатыр. Сауап болған екен. Тазарсын қазақ қоғамы. Отбасын сатқандар, олар отанды да сатады. Қазақстанның бас прокуроры, сенаторы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің бұрынғы төрағасы Қайрат Қожамжаров Ресей азаматы болып шықты. Қазіргі таңда судай жаңа Ресей паспортымен пенсия тағайындап алып, тып-тыныш өмір сүріп жатыр. Қылмыстық жолмен алынған қаржыны заңдастырылған деген айып тағылып, қазіргі таңда іздестірілуде. Сонымен қатар Қожамжаровты Қазақстанға экстрадициялау қаншалықты мүмкін? Себебі мынау жоғарғы лауазымда отырған шенеуліктердің қаншамасы осы Қазақстанды тонап шетел асып кеткен. Жалпы мынау мемлекетті тонаған шенеуліктерді халық жауы деп айыптап, ату жазасына кесу керек. Сол кезде ғана мынау жемқорлық тоқталады. Мынау шіріген жемқорлыққа, жағымпаздыққа батқан биліктің, халықтың қалтасынан түскен мемлекет бюджетіне қол сұғуға тыйым салу керек. Сондықтан мынау қазіргі таңда мынау билікте отырған шенеуліктерді қазір мынау жасанды интеллект енгізіп жатыр ғой. Сол арқылы тексеру қажет. Қай елдің азаматы? Себебі Қазақстанды тонап сатып кетіп жатқан шенеуліктер қаншама. Айта кетсек, мынау мәжіліс депутаты, мәжіліс спикері Нұрлан Нигматуллин қазіргі таңда мына Дубайда 50-ден астам жылжымайтын мүлкі бар екен. Қазіргі таңда қайда жүр? Себебі мынау Балхаш, Қарағанды, Жезқазған, Сатпаевтың мына жеке кәсіпкерлерінің рейдерлік жолмен қаншама бизнестерін тартып алған Нұрлан Нигматуллин қазіргі таңда қайда жүр? Сонымен қатар мынау Алматы қаласының экс-әкімі Бауыржан Байбек қазіргі таңда Японияда өмір сүріп жатыр. Неге жалпы біз осы мынау жоғарғы лауазымда отырған шенеуліктерді Қазақстанды тонап қашып кетуіне жол беріп отырмыз? Оларды Қазақстанға қайтарып, халықтың алдында жазалау керек.